Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге қазақтың өте керемет тағамдарының бірі сірне дайындайтын боламыз. Ол үшін ең әуелі видеоны толығымен көріп шығыңыздар. Ең алдымен осылай қойдың майын көбектеп турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға салып, шыжғырып аламыз. Одан кейін үстіне етімізді саламыз. Менде сиыр еті, қалауыңызша әртүрлі еттен салуға болады. Үстіне сүйек араластырып салған жақсы, дәмі керемет болады. Үстіне ұсақталған жуамызды турап саламыз. Және дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Егер етіңіз тұздалған болса, абайлап саласыз. Үстіне лавр жапырағын саламыз. Жақсылап араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып, астын баяу отта 1 сағаттай пісіріп аламыз. Етіміз піскенше біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін сәбізімізді және картопымызды ірілеу етіп тураймыз. Себебі езіліп кетпеуі керек. Көбірек піскен кезде үстіне ары қарай қырыққабатымызды үлкендеу етіп турап шығамыз. Міндетті түрде қырыққабат, баклажан, перец салыңыздар. Дәмі өте керемет болады, езіліп піседі. Бұлардың барлығын үлкендеу етіп тураймыз. Және сарымсақ қосамыз. Тәтті бұрышымызды да саламыз. Және ең бетіне қызанағымызды саламыз турап. Оны үлкендеу етіп, осылай турап аламыз. Етіміз піскеннен кейін барлығын саламыз үстіне. Рет-ретімен ең бірінші астына көп пісетін қырыққабатпен картопымызды және сәбізімізді бірінші саламыз. Үстіне көп пісетін қырыққабатымызды және картопымызды саламыз. Сәбізімізді кезек-кезек үстіне салып отырып пісіреміз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Қақпағын жауып, 1 сағаттың көлемінде пісіріп аламыз. Қалауыңызша паприка салуыңызға болады. Енді ары қарай сірнеміз піскенше біз Гүлханымның қамырын дайындаймыз. Қонаққа бергенде әсемдік беру үшін, әдемі болу үшін және дәмді болу үшін қосымша Гүлханым дайындаймыз. Ол үшін қамырымызды ұн және тұз қосылған жылы сумен қамыр илеп басып аламыз. Қамыры иіқанғанша басамыз және осылай жұқа етіп жайып, пышақтың көмегімен бөліп аламыз видеодағыдай. Және ортасынан бөлеміз. Және арасына мен сәбізді теркадан өткізіп, үстіне жуа салып, және тұз араластырып саламыз. Салмасын осылай дайындайсыздар. Және видеодағыдай Гүлханымды орап шығамыз. Бұны бөлек мантаварка деп пісіріп алдым. Сіздер қалауыңызша қазанның үстіне де салып пісіруге болады. Егер менің видеомды толығымен қараған болсаңыздар, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақын арада тағы да осындай керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Гүлханымды осылай таба мантаваркамызды майлап, үстіне саламыз және 45 минут отта пісіріп аламыз. Біздің сірнеміз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сірнемізді салып болғаннан кейін үстіне Гүлханымды орналастырамыз. Қалауыңызша кез келген жасыл шөптермен әдемілеуге болады.
Мен бетіне петрушка септім. Ас болсын, жасап көріңіздер.